Кәне барлығымыз бірге айтып көрейік. Д дегенім дәптер, дәптер тола ақ тұр. Дұрыс жазып, 4 пен 5-ті ап кел. Жарайсыңдар балалар. Енді жұмбақтың шешін тауып көріңіздерші. Ұзын мойын, 2 шек, қатар-қатар, тепкі шек. Басып көрсең бір-бірлеп, үн шығады, күмбірлеп. Балалар, жұмбақтың жауабы бізде. Не екен? Әрине, бұл домбыра. Домбыра сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Иә, дұрыс айтасыңдар. Д дыбысынан. Демек, балалар, бүгін бізде Д дыбысымен әріпі. Ендеше барлығымыз Д дыбысын айтып көрейік. Д, Д, Д. Байқасаңыздар, Д дыбысы созылып айтылуға келмейді. Сондықтан біз оны көк текшемен белгілейміз. Ол бізде дауыссыз дыбыс. Д дыбысы сөздің басында, ортасында келеді. Суретке назар салып, Д әрпінің баспа және жазба түріне мән беріңіз. Жазба түрін дәптерге әдемі жазуға дағдыланыңыз. Кәне ендеше Д дыбысы бар сөздерді айтып көрейік. Доп, домбыра, дәрігер, дәптер, дуадақ, достар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, біздің арнамызға жазылып, лүпіл қалдырып, пікір жазыңыздар.